аурулардың алдын алудың бірден бір жолы екпе қабылдау дейді дәрігерлер. Әлемдік тәжірибеде де иммундауды ең тиімді әдіс деп қарайды. Дегенмен, екпеден бас тартатындардың қатары күннен күнге көбейіп келеді. Өйткені ата-аналар екпеден кейінгі асқынулардан қорқады. Мұндай қауіпке негіз бар ма? Иммундаудың бала денсаулығы үшін маңызы қандай? Толығырақ бүгінгі денсаулық хабарында. Иммундау – бұл вакцина егу арқылы адам организміндегі иммунитетті қалыптастыратын немесе жұқпалы ауруларды қабылдамау иммунитетін тудыратын процесс. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бағалауына сәйкес, иммундау жыл сайын 2-3 миллионға жуық адамның өмірін сақтайды. Вакцина профилактика дегеніміз, ол инфекциялық ауруларды алдын алудың бірден бір жолы болып табылады. Өйткені инфекциялық аурулар, олар әртүрлі қиын симптомак комплекстармен өтуі мүмкін. Мысалы, полиомиелит ауруында әртүрлі паралич, бұлшық еттің параличіне әкелуі мүмкін. Мысалы, дифтерия ауруы тыныс алу жүйесінің параличіне әкеліп соқтыруы мүмкін. Және де қызылша ауруы, соның ішінде жүкті әйелдерге өте қауіпті. Жаңа туатын баланың әртүрлі ауруларға әкеліп соғуы мүмкін. Ең жаңағыдай қауіптісі ол өлімге де әкеліп соқтырады. Сондықтан көптеген осылай инфекциялық ауруларды алдын алу үшін біз екпені қолданамыз. Медицинаның тарихына үңілсек, инфекцияның иммундық алдын алу шарасын 1796 жылы ағылшын дәрігері Эдвард Дженнер бастаған. Ол Лондонда шешекке қарсы екпе бекеттерін ашып, онда ауруға қарсы белсенді иммунизацияны жүргізуді жолға қойып, инфекциялы аурулардың алдын алудағы ең нәтижелі әдіс екенін дәлелдеген. Бүгінде ғалымдар балаларға екпе жасау адамзаттың үлкен жетістіктерінің бірі дейді. Салдыру-салдырмау әрине ата-аналардың өз еркінде. Енді салу-салдырмауына келетін болсақ, мен енді медицина маманы ретінде профилактиканың алғаны өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені жаңағы иммундық системасы дайын болады балаға. Баланың даже ауырған себеп кездің өзінде де балада жеңіл түрде өтуі мүмкін. Сол себептен вакцина профилактика өте маңызды. Жоспар бойынша балаға туғаннан 16 жасқа дейінгі аралықта 20-ға жуық екпе салынады екен. Ол арнайы күнтізбе бойынша жүргізіледі. Жоспарлы түрде 18 екпе бар. Оның жаңағы 1-4 күнге дейін, жаңа атап өткендей, туберкулезге, вирустық гепатит Б-ға қарсы. Және де 2 ай, 3 ай, 4 ай мерзімінде балалар емханадан алады уже. Олар жаңағы коклюш, дифтерия, сіріспеге қарсы, пневмококтық инфекцияға қарсы, және де қызылшаға, қызамыққа, паротиттік инфекцияға қарсы екпелер алады. Және де 2 жас, 2 жас жарымда вирустық гепатит А-ға қарсы алады. Мектепке баратын кезде, яғни 6 жастарында жаңағы туберкулезге қарсы, жаңағыны ревакцинация дейміз, қайтадан көкжүйделге, дифтерияға, сіріспеге қарсы, қызылша, қызамық, паротиттік инфекцияға қарсы қайтадан алады. Келесі жаңағы алатындары ол 16 жасқа келгенде дифтерия мен сіріспеге қарсы алады. Және де 10 жыл сайын алып тұру керек, екпенің бірі болып табылады сол екеуі. Вакцина салу немесе салдырмау ата-ананың еркінде. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, елімізде жылына шамамен 6-7 мыңнан астам баланың ата-анасы екпеден бас тартады. Оған ата-аналар көп жағдайда өзінің діни көзқарасын, балалардың денсаулығына деген алаңдаушылығын және медицина саласына деген сенімсіздігін себеп қылады. Ал мамандар вакцинаның ешқандай зияны жоқ екенін айтып, дабыл қағуда. Қазіргі таңда екпеден бас тартатын ата-аналар саны өте көбеюде. Өкінішке орай, соның нәтижесінде қазір біз көріп отырмыз қызылша инфекциясының өршуін. Көптеген балалар әртүрлі. Қазіргі таңда біз ата-аналармен тығыз байланыстамыз. Оларға екпенің маңыздылығын әрдайым айтудамыз. Бізді қуантатын жағдай, көптеген ата-аналар өздері екпенің маңыздылығын түсініп, өздері келіп, қазіргі таңда сұрап салып жатқандар да бар. Сондай-ақ дәрігерлер екпеден кейін бала бойында түрлі реакциялардың болуы заңдылық дейді.
екпе ол иммундық жаңағы жүйеге ешқандай зияны жоқ. Жаңа атап өткендей, ол керісінше иммундық жүйені қатайтады, жаңағы инфекциялық ауруға жақсы төтеп беруге көмектеседі. Жаңа туған бала нәресте бірінші күннен төртінші күнге дейін, яғни роддомда алатын екпелері бар. Ол туберкулезге қарсы, вирустық гепатит Б-ға қарсы алынатын екпелер. Әр екпенің өзінің әртүрлі әсерлері бар. Дегенмен ол бірінші күнде, 3 күннің ішінде ол әсерлер кетуі тиіс. Кейбір балаларда ешқандай әсер мүлдем жаңағыдай болмайды. Ол дегеніміз жаңағы дене қызуының көтерілуі, местная реакция дейміз, жаңағыдай гиперемия местная, сондай кездеседі. Екпеден кейін бала мүгедек болып қалды. Бала екпе салдыртқан соң ауырып қайтыс болды. Мұндай әңгімелер ата-аналар тарапынан еміс-еміс естіліп жатады. Бірақ дәрігерлер оны екпемен байланыстырмайды. Екпенің әртүрлі салдыруына жеткізді деген ол ұғым менің ойымша ол дұрыс емес. Өйткені әртүрлі аурудың өзінің себептері болады. Ол тек қана жаңағыдай екпе емес, анасының жүктілік кезіндегі денсаулығына байланысты, өмір салтына байланысты ауру туғызатын әртүрлі жаңағыдай басқа да факторлар бар. Ол анасының жүктілік кезіндегі денсаулығы және де қоршаған ортаның әсері, тамақтануы, осы факторларда әсер етеді. Ал екпе салар кезде баланы толықтай жаңағыдай қарап салу керек деп ойлаймын. Жаңағы жедел респираторлық аурулар кезінде, баланың дене қызуы қатты көтерілген кездерде біз екпені салмаймыз. Сол себепті де балаға екпе салар алдында дәрігерлер қандай инфекцияға қарсы салынып жатқан, қандай препарат екенін ата-анаға түсіндіріп, баланың денсаулығын жақсылап тексеріп алулары шарт. Баланы әрине тексерістен өткізіледі. Ол әр балаға жаңағыдай индивидуальный подход дейді. Оның қазіргі таңдағы көңіл күйіне, жалпы жағдайына, тынысына, өкпесінің жаңағы тыныстарына қарап екпені алады. Жаңағы бізде абсолюттік және относительный противопоказание дейді. Екпеге қарсы жаңағыдай жағдайлар бар. Ол жаңағы онкологический аурулар және де иммунодефициттік жағдай. Ал бұдан басқа көп абсолютный противопоказание негізі жоқ. Относительный противопоказание ол жаңағы жедел және созылмалы аурулардың қазіргі таңда өршу кезіндегі алынбайтын екпелер. Айтып өткенімізде, екпеден бас тартушылардың көпшілігі өздерінің діни көзқарастарын алға тартады. Алайда имамдар вакцина құрамында шариғатта тыйым салынбаған заттар болмаса, одан бас тартуға негіз жоқтығын айтады. Дінімізде де адам өмірі мен қауіпсіздігі бірінші орында. Екпе сіздің өміріңізді сақтап қалатын болса, сіздің денсаулығыңызда түрлі сырттан келетін зиянның алдын алуында оның септігі тиетін болса, онда сіз екпені ала беруіңізге болады. Әрине оны бірінші біз маманға жүктелеміз. Алла тағала қасиетті Құранда айтады: білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар дейді. Біз әрбір нәрсені өзінің білім иесінен сұраймыз. Науқастандық па, біз демек дәрігерге барамыз. Сол секілді әр маман иесінің өзінен барып сұрау керек, содан барып кеңес алу керек. Сонда ғана біздің мынау жасап жатқан істеріміз дұрыс болады. Дәрігер мамандар ата-аналарға екпеден кейін баланы бақылауда ұстауға және мүмкіндігінше күнтізбеге сай екпе қабылдауға кеңес береді. Ата-аналарға айтар кеңесім енді инфекциялық ауруларды алдына алудың бірде-бір енді құралы ол екпе болып табылады. Сондықтан уақытылы екпелерін алғандары дұрыс деп ойлаймын. Әр екпенің өзінің жаңағыда беретін реакциясы болады. 1 күннен 3 күнге дейін, одан ешқандай қорықпау керек. Ата-аналарға тағы да атап айтқым келеді, дәрігерлерден жақсылап кеңес алу керек. Жаңағы дене қызуы көтерілген жағдайда одан қорықпау керек. 1 күн ішінде, 3 күн ішінде ол қалыпқа келетін жағдай.